Құрметті оқушы, біз бүгін өзіңмен етістіктің ең күрделі тақырыбының бірі етістіктің шақтары деп аталатын тақырыпты бастаймыз. Етістіктің шақтары дегеніміз іс-қимылдың болған мезгілін білдіреді. Мысалы, барлық уақытта бір мезгілді айту мүмкін емес қой. Бір жұмысты біз істеп боламыз, бір істі енді істейміз, немесе бір істі енді істеп жатамыз. Демек, соған сәйкесте етістіктің шақтарын 3 түрге бөлеміз. Осы шақ, келер шақ және өткен шақ деп 3 түрге бөледі екенбіз. Міне соның ішінде мен қазір өзіңе осы шақты түсіндірем. Бірінші, осы шақ деген іс-қимылдың осы адам сөйлеп тұрған кезде таяу уақытта болып жататындығын білдіретін шақтың түрі. Ал келер шақ іс-қимылдың әлі болмағандығын, енді келешекте болатындығын білдіретін етістіктің шағы. Ал өткен шақ дегеніміз іс-қимылдың осы сөйлеп тұрған кезден бұрын өтіп кеткендігін, бұрын болып кеткендігін білдіретін шақтың түрі екен. Демек, осы шақ аты айтып тұр. Осы кезде болып жатқан шақ, яғни сөйлеп тұрған кезде болып жатқан шақ. Міне соған сәйкес осы шақтың өзін 2 түрге бөлеміз. Нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ. Нақ осы шақ дегеніміз нақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан шақ екен. Мысалы, мен сабақты түсіндіріп тұрмын. Міне, мен қазір түсіндіріп тұрмын. Сен тыңдап отырсың. Ол ойнап жатыр. Немесе ол ойланып тұр. Міне бұлардың бәрі де нақ осы шақ екен. Міне осы нақ осы шақтың өзі құрамына қарай 2 түрге бөлінеді. Жалаң нақ осы шақ және күрделі нақ осы шақ болып бөлінеді. Жалаң нақ осы шақ осы 4 түрлі қалып етістігінің көмегімен жасалады. Мінекей. Отыр, тұр, жүр, жатыр. Мінекей, мен отырмын. Сен тұрсың, сіз жатырсыз. Демек, бұл жерде осы 4 қалып етістігіне жіктік жалғауы жалғанады. Бірінші, екінші, үшінші жақта. Демек, отыр, тұр, жүр, жатыр деген 4 етістікті көрдің бе? Демек, дереу нақ осы шаққа жатқыза беруіңе болады. Нақ осы шақты жасайтын осы 4-еуі. Міне, нақ осы шақтың күрделі түрі. Бұл күрделі нақ осы шақ. Мысалы, мен отырмын дегенде етістік біреу ғана ғой. Қарап отырсың ба, нақ осы шақтың жалаң түрі. Сіз тұрсыз, бұл жерде де етістік біреу. Сондықтан жалаң нақ осы шақ деп аталады. Ал енді, мен оқып отырмыз, біз оқып отырмыз. Бұл жерде 2 етістік бар. Демек, бұл күрделі нақ осы шақ бар. Міне, бұл жерде отыр деген етістіктің алдында көсемше формалы етістік тіркеседі. Оқып отырмыз, сөйлеп тұрмын, түсіндіріп жатырмын, айтып тұрмын, жаздырып жатырмын. Демек, мінекей, мына отыр, тұр, жүр, жатыр деген қалып етістіктерінің алдында көсемшенің ып, п, а, е, и деген формалы жұрнақтары тіркеседі екен. Демек, тағы да қайталайым, нақ осы шақ дегеніміздің өзі дәл сөйлеп тұрған кезде болып жатқан іс-қимылды білдіреді. Ол құрамына қарай 2 түрге бөлінеді, жалаң және күрделі нақ осы шақ деп. Жалаң нақ осы шақ тек бір ғана етістіктен, мінекей, отыр, тұр, жүр, жатыр. Яғни құрамына қарай тек қана жалаң етістіктің өзінен ғана жасалады. Ал күрделі нақ осы шақ дегеніміз кемінде 2 етістіктің тіркесуінен жасалады. Бірақ тіркескенде де басқа етістік емес, отыр, тұр, жүр, жатыр деген қалып етістіктері көсемше формалы етістіктермен тіркеседі екен. Енді осы шақтың екінші бір түрі ауыспалы осы шақ деп аталады. Ауыспалы осы шақ барлық шақтарда да бар. Ауыспалы осы шақ деген күнделікті дағдыға айналған, күнделікті қайталанып отыратын іс-қимылды білдіреді екен. Сол іс-қимылдың шағын білдіреді. Мысалы, біз күнде ұйқыдан тұрамыз, күнде төсегімізді жинаймыз, күнде тамағымызды ішеміз, күнде жұмысымызға немесе оқуымызға барамыз, сабағымызды оқимыз, қайтадан келеміз, тамақ істейміз, ұйқыға жатамыз. Міне,
күнделікті дағдыға айналып, күнде қайталанып отыратын іс-қимылдың шағын білдірсе, ол ауыспалы осы шақ деп аталады екен. Ауыспалы осы шақ көсемшенің А, Е, И деген жұрнақтары арқылы жалғанады екен. Міне осы үш жұрнақ етістіктің негізіне жалғанады. Мысалы, бағанағы тұрамыз, жинаймыз, тамағымыз ішеміз, барамыз, келеміз, отырамыз. Көріп отырмыз ба? Міне күнде дағдыға айналып қайталанып отырса, және ол А, Е, И формалы көсемшенің жұрнағы жалғанып тұрса етістіктің түбіріне, бұл ауыспалы осы шақ деп аталады екен. Яғни күнде ауысып келіп отыратын іс-қимыл дегенді білдіреді екен.